Бүгінгі видеода балаларда да үлкендерде де температураны қалай түсіреміз, сол туралы айтатын болам. Видеоны соңына дейін қараңыз. Видеоны қарамай тұрып, каналыма тіркеліп, лайк басып және достарыңызбен бөлісіп бір жақсылық жасаңыз. Сосын мен видеоларымды алғаш болып көргіңіз келсе, қоңыраушаны басып қойыңыз. Ал бастаймыз. Бірінші мен өзім температураны түсіру үшін ауырып жатқан адамға бірінші комнатный температурадағы суды аламын да үстіне сүлгіні саламын, сосын балаға қолтықтарына, басына жабамын. Соны қайта жасап отырамын. Егер оған түспесе, парацетамол беремін. Парацетамолға түспесе, бұдан сайын көтерілсе, егер 38-ден асса, дәрігер шақырамын. 38-де 5-тен асса, міндетті түрде дәрігер шақырыңыз. Өйткені балада уже 38-де 5, 39, 40-қа кетіп қалса, судорог ұстауы мүмкін. Дәрігер келіп, себебін қарап кетеді. Яғни тамағын қарайды, тамағы ауырып, қызарып тұрып, содан температура беруі мүмкін. Ол кезде сіз тамағын емдейсіз. Егер температурасы түспесе, онда жаңағы ингаляция жасамаңыз. Тек тамағын шайып, тамаққа арналған сироптар, сондайлар беріңіз. Егер оған да басылмай жатса, одан көтеріліп жатса, яғни 3 күн или 2 күн болып жатса, уже көтеріліп түспей температурасы, онда антибиотик бересіз. Мен көбіне антибиотиктен аспамокс беремін. Аспамокс деген антибиотик сол жақсы кетіреді, яғни жөтелді де басады, тамақтың қызарғанын барлығын, қызуды барлығын басып тастайды. Тамақ ауырған болса, онда температура кезінде ингаляция жасамаңыз. Басқа да дәрілер немесе шаюге, содымен шаю, тұзбен шаю деген сияқты әрекеттерді жасаңыз. Температура басылғаннан кейін ингаляция жасауға болады. Ингаляция ол тез емдейді. Тамағын емдейді, бронхтарды, жалпы ауруды басады, тамақ ауруын, қызаруын, жөтелді барлығын. Аспамоксты 3-4 күн бересіз, 5 күндей беріңіз. Ауруы асқынып кеткенге байланысты. Үлкендерде де осы сияқты бірінші суға не істеп көру керек, сумен басып көру керек, жуынып көру керек. Яғни аяқ қолдарын оған кетпесе, яғни оған қызу басылмаса, онда дәрі ішу керек. Дәрі парацетамолдан бастау керек. Тамақтан болса, грипптан болса, порошок, терафлю, үлкендерге терафлю деген порошок бар. Әртүрлі колдрекс деген солардың порошоктары бар, соны ішу керек. Тамақ ауырса, сода, тұз және фурицилинмен шайып, қайта 5 минут сайын шайып, ісінгенді, қызарғанды, тамақтағы жөтелді барлығын басу керек. Сол кезде температура басылады. Үлкендерде сода соларға басылмай жатса, онда аптекада шөптер бар, кәдімгі арнайы жөтелге қарсы шөптер. Соларды қайнатып, сонымен тамағын шаю керек. Сосын және ингаляция жасаған жақсы. Ескерту тағда ингаляция қызу кезінде жасау болмайды. Қызу басылғаннан кейін жасаңыз. Осы әдістердің барлығын мен өз тәжірибемде қолданғанмын. Сіздерге пайдалы болса, мен өте қуаныштымын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Егер видео пайдалы болды деп ойласаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып және колокольчикті, қоңыраушаны басып қойыңыздар және достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Алда қыс келе жатыр дегендей, күз бар, қыс бар. Сондықтан да достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Қазақ елі аман болсын, сау болыңыздар.